Бұл күндері Coca-Cola сусынын көптеп пайдалану адамзаттың түрлі дертке шалдығуына себеп болуда. Себебі оның құрамында біз біле бермейтін түрлі қоспалар кездеседі. Ол адам ағзасын әлсіретіп, денедегі қан айналымын бұзып, ас қорыту жүйелеріне кері әсер етіп, түрлі ауруларға жол ашып береді. Қазақта дені саудың жаны сау, бірінші байлық, денсаулық деген жақсы мақалдар бар. Бұл ұлы сөздердің тереңіне үңілсек, бізге, яғни адам баласына денсаулықтың қымбат, денсаулықтан қадірлі еш нәрсе жоқ екенін түсінеміз. Олай болса, сау қылып жаратқан 12 мүшемізді өз қолымызбен ауруға апармайық. Қазіргі кезде белең алып бара жатқан балалардың арасындағы семіздік ауруының да басты себебі тез дайындалатын және тез жеуге арналған тағамдар. Бұл ғылыми тілде фастфуд деп аталатын ағылшын термині. Оларға гамбургер, хот-дог, пицца және олармен қоса пайдаланылатын түрлі сусындар жатады. Осы фастфуд тың кесірінен дүние жүзінде миллиардтаған адамдар ас қорыту жүйелерінің түрлі ауруларынан азап шегіп, өмірден өтіп жатыр. Бұрын ата-бабаларымыздың өмір сүру ортасы, мәдениеті қазіргіден әлдеқайда өзге болған. Қазіргідей шаң мен газ басқан қалада емес, далада, табиғат аясында өмір сүрген. Ауылдың ауасы қаланың ауасынан гөрі таза, тағамдары да дәмді, құнарлы, адам ағзасына өте пайдалы. Ата-бабаларымыз суыққа да, ыстыққа да төзімді болған. Ол үшін, әрине, энергия қажет. Сол энергия көзін олар етті, майлы тамақтан алып отырған. Ал қазіргі жағдай мүлде бөлек. Басқаша айтқанда, жаңа өмірге бейімделіп жатырмыз. Яғни, өмір сүру ортамыз энергияны аз жұмсауға негізделген. Қимыл қозғалысымыз азайды, артық энергияны қажет етпейтін болдық. Қазірде менің әжем атаң бір қойдың етін жалғыз өзі жейтін деп айтып отырады. Соның сыры міне осында екен ғой. Қаншалықты энергияны көп жұмсасаң, тәбетің сонша ашылатынын да ұғынуға болады. Ата-бабамыз етті көп жеген екен деп етті мүлдем артық жеуде дәрумендердің жетіспеуіне әкеледі. Ол өз кезегінде ағзаның қорғаныс қабілетін әлсіретеді екен. Жалпы дұрыс тамақтанбау қоғамдағы аурулардың 60%-ның негізгі себебі болып табылады. Қазірде кез келген дүкенге бас сұқсаңыз сусынның неше түрін көресіз. Coca-Cola, Sprite, Fanta, Pepsi секілді газдалған және энергетикалық сусындардан көз сүрінеді. Ғалымдардың айтуынша газдалған сусындарды шамадан тыс көп тұтыну бауыр ауруларына әкеліп соқтырады. Жоғарыда айтылып өткен тәтті сусындардың құрамында көптеген консерванттар, ароматизаторлар, бояулар мен қоюландыратын заттар бар. Сонымен қоса, барлық газдалған сусындарда көмірқышқыл газы бар. Бұл қышқылдың әсерінен асқазанның үрленуі мен кекірік пайда болады. Энергетикалық сусындардың барлығында дерлік химиялық қоспалар бар. Бүгінде дүкен сөрелерінде самсап тұрған қуаттандырғыш сусындар үлкен сұранысқа ие. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін осы сусынға аңсары ауып, иісі мұсылманның қасиетті зәмзәм суын жолда қалдырып, көпшіліктің шөл басарына айналған. Түрлі той жиындар мен бас қосуларда дастарханның үш көркін келтіретін бұл сусын жайлы не білеміз? Әрине, бұл сусынды бір ішсек, оны кейін іздеп тұрамыз. Оның зиянын қанша рет айтып, қанша рет оқталсақ та одан бас тарта алмай да жатамыз. Әлем бойынша танымалдыққа ие болған сусынның ағзаңызға тигізер кері әсерін тағы бір мәрте толығырақ біле отырыңыз. Әсіресе, жастар жарнамадағы әдемі көріністерге арбалып, күнделікті өмірде денсаулықтарына аса зиян су мен тамағын жібітіп жүр. Еліміздің нарығында Dizzy, Red Bull, Monster секілді энергетикалық сусындар ашықтан ашық сатылуда. Бауыр, аққан ауруы, тіпті қатерлі ісікке апаратын мұндай сусындарды пайдаланбаған жөн.